Жалпы қатты тұрмыстық немесе өнеркәсіптік қалдықтардың 70% қайта өңдеуге жарамды дейді мамандар. Егер олардың ең болмағанда 50%-ын өңдей алсақ, тау болып үйілген мына секілді қалдықтарды да кәдеге жаратар едік. Сәйкесінше бұдан экологияға тиетін зиян мөлшері де азаяры сөзсіз. Батыс Қазақстан облысында жылына 200 мың тоннадай қалдықтар түзіледі. Соның 120 мыңы Орал қаласынан шығады. Барар жері қала сыртындағы қоқыс полигоны. Бірақ оларды қайта өңдеу өндірісінің ілгерілемеуі басты проблема. Қазіргі таңда облысымызда осы қалдықтарды қайта өңдейтін қандай да бір кәсіпорындар, ұйымдар жоқ деп айтуымызға болады. Және де оның ішінде тұрмыстық қалдықтардан жаңа қағаз, яғни макулатура дейтін жиналып алынып, солар ғана басқа облыстарға шығарылып, өңделу үстінде. Бұл шаруамен айналысып жүрген кәсіпкердің бірі Ерлан Қапышев. Ол мына шағын цехта негізінен қағаздан жасалатын бұйымдардың қалдықтарын жинап, қайта өңдеу ісі жолға қойылған өзге өңірлерге жібереді. А я в месяц у меня собирается где-то 10. Атырау мен Алматы қалаларындағы қайта өңдеу өндірісіне маманданған кәсіпорындарға тасымалдаумен ғана айналысамын. Алматыдағы өңдеу мекемесі күніне 10 тонна қалдықты өңдей алады. Өзімізде бұған әзірге мүмкіндік жоқ. Қуатты қондырғылар алу үшін қыруар қаржы қажет. Міне осындай жайттер кәсіпкерлердің қалдықты қайта өңдеу саласына беттемеуіне басты себеп. Ескеретін тағы бір жайт, тонналап жиналатын қалдықтардан түсер табысты шамалы дейді кәсіпкерлер. Мәселен, теңдеп жиналған мына дайын жүктің салмағы 400 келідей тартқанымен одан түсер пайда 2000 теңгеге де жетпейді. Кәсіп иелерінің қалдық атаулыны қайта өңдеу саласына қаржы салу үшін бірнеше мәселенің басы ашылуы тиіс. Біріншіден, тұрғындардың мәдениетін қалыптастыру қажет. Яғни жұртшылық тұрмыстық қалдықтарды неден жасалғанына қарай рет-ретімен бөлек ыдыстарға төгеді. Қазір жергілікті іргелі кәсіпорындардың бірінде инвестициялық жоба аясында Еуропа стандарттарына сай келетін контейнерлер жасау қолға алынды. Үкімет қазір қаулысын алды. Елімізде раздельный система жоқ. Ол енді как раз евросистема, соған евроконтейнерлар керек. И екіншіден, жаңа айтып отырмыз, біздер спецтехника шығарамыз. Біздерге ол да ыңғайлы. Зауытта қазірдің өзінде контейнерлердің мынадай 4 түрі шығарылып жатыр. Мәселен, мына контейнер ас қалдықтарына арналған. Мұны былай аяқпен басып ашуға болады. Ал мына контейнер шыны ыдыстарына арналған. Ал мына контейнерлерге қатты қағаздар мен полиэтилен бұйымдар секілді өзге де қатты тұрмыс қалдықтарын салуға болады. Қазір зауытта осындай 150 темір ыдыс қолданысқа дайын. Ыстықтай мырыштаудан өткендіктен оның пайдаланылу мерзімі кемінде 50 жылға есептеледі. Ең бастысы, бұл ыдыстарға төгілетін қалдықтар табиғи жолмен сұрыпталады. Сондықтан оны қайталап кәдеге жарату ісі де оңайға түседі. Көңқоқыс полигонындағы мына көріністер эколог мамандарды алаңдатады. Өйткені қалдықтарды тура осы жерде сұрыптайтын кешен жөніндегі жоба әзірге қағаз жүзінде қалып келеді. Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптайтын кешеннің қадалары қағылғанына да біраз жылдың жүзі болды. Алайда қаңқасы ғана тұрғызылғанымен әзірге қалдықты өңдеу өндірісі өрге баспай тұр. Дегенмен өңірде тұрмыстық қалдықтарды өңдеуге бағытталған қадамдар да жоқ емес. Қатты қалдықтарды сұрыптайтын болашақ зауыттың иелері әзірге бұрын пайдаланылған мотор майлары мен көлік дөңгелектерін қайта өңдеуді нақты қолға алған. Бұл майды қайта өңдейтін цех тәулігіне 5 тоннаға дейінгі көлемде бұрын пайдаланылған техникалық майларды қайта өңдейміз. Арнайы сүзгілерден өтіп, әбден тазартылған дайын өнімді ауыл шаруашылық техникаларында пайдалануға болады. Цехта резеңке дөңгелектердің құрамындағы металдар да қайта өңдеуден өткізіледі. Металл демекші, оралдық зауыттардың бірінде қайта өңделген темір бұйымдардан түйін түйуге қауқарлы цехтар жұмыс істейді. Лазер кешеніне де тапсырыс берушілер көп. Мұнда темірден кез келген пішінді жасап шығаруға болады. Мәселен, жаңа ғана біздің көзімізше мынадай бұйымды бізге естелік ретінде сыйға ұсынды. Көкейтесті мәселе қала басшылығының да жіті назарында. Қазір осы салада мол тәжірибесі бар неміс кәсіпкерлерімен келісімдер жасалған. Ал жоғарыда біз сөз еткен жобаның іске асуы мәселені түбегейлі шешпек. Құрылыстың құны где-то 150 миллион теңгедей. Енді қазір самұрық қазына қор арқылы ол 10 миллион ақш долларын алып жатыр. Вот сол жөнінде ана жерге соны мусорды қайта өндіретін, переработка жасайтын завод құрайын деп жатыр. Сол завод жұмыс істеп, біздің мусор жинау, мусор қаланы тазарту, переработка жасау, сонда үлкен сенім бар, соны біздің шешет деген.
Ең бастысы осы іске бел шешіп кіріскен кәсіп иелерін қолдау және еліміздегі әрбір тұрғынның бұған қатысты жеке мәдениетін қалыптастыру арқылы күрмеулі мәселені оң шешуге болады дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Орал 24 KZ.